Қайырлы күн, құрметті көрермен, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен гранат салатының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Өте ерекше әрі дәмді, дастарханыңыздың көркін келтіріп тұрары сөзсіз. Видеоны соңына дейін қарап менімен бірге жасап көріңіздер. Каналыма тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыз, міндетті түрде жоғалтып алмас үшін тіркеліп алыңыздар. Бізге ең алдымен тауық еті қажет болады. Ұзынша етіп турап алсақ та болады, немесе осылай вилканың көмегімен бөліктерге бөліп аламыз. Келесі бізге грек жаңғағы қажет болады, қыздар. Оны да майдалап турап аламыз. Салатқа қажетті барлық қоспаларды міндетті түрде описание бөлімінде жазып қалдыратын боламын. Ал мөлшерін жасап жатқан адам санына байланысты өзіңіз көбейтіп немесе азайтып көз мөлшерімен жасай береміз. Құрметті көрермен, видеоларым ұнап жатса, әрі пайдалы болып жатса, каналымды жоғалтып алмас үшін міндетті түрде подписаться батырмасын басып тіркеліп, және де тегін лайктарыңызды аямай басып, пікір қалдырып, каналымды қолдап отыруды ұмытпаңыздар. Грек жаңғағында майдалап турап қосып алдық. Келесі кезекте бізге гранат қажет болады. Гранат, бір гранаттың арасына, салаттың арасына жартысын қоссаңыздар болады. Жартысын сәндеуге алып қаламыз. Және де қалауыңыз бойынша кішкентай ғана чеснок қоссаңыздар да болады. Қыздар, негізі қоспасаңыздар да болады. Және де майонез, содан соң дәміне қарай тұз, бұрыш қоссаңыздар да болады. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Майонезі қатты аз болып қалмасын. Майонез аз болса, қайтадан қосып жақсылап араластырамыз. Келесі бізге салатымыздың сыртына осылай қызылша қажет болады. Қызылшаны пісіріп алып, үккіштен өткізіп аламыз. Және де келесі кезекте салатымызды жинақтаймыз. Осындай шұңғылдау ыдысымызға жаңағы салатты салып, кішкене үстінен басып жіберіп, тарелкамызға аударып аламыз. Қыздар, мен басында осы ыдыспен жасадым, бірақ жалпақ болып қалды. Содан соң мен бөлек ыдысқа кесеге ауыстырып кесемен жасадым. Сол кезде кішкене биіктеу болып шықты. Солай сіздерде өзіңізге ыңғайлы ыдысқа, гранаттың көлемінде ыдысқа жасап тарелкамызға орналастырып аламыз. Менде жаңағы ыдысымен жалпақтау болып қалғаннан соң мінекей күнделікті қолданып жүрген кесемізбен жасасақ та осылайнан гранаттың көлеміндей болып шығады. Осылайша тарелкамызға орналастырып алдық. Келесі жаңағы гранаттың бас жағын сәндік үшін алып қалып кесіп қойсақ болады. Және де жанынан жаңағы үккіштен өткізіп қойған свекламызды барлық жеріне біркелкі етіп орналастырып шығамыз. Неке қыздар, осымен біздің салатымыз дайын болды. Дәл осы күйінде ұсына берсеңіздер де өте әдемі болып тұрады, ерекше болып тұрады. Немесе сәндеп ұсынсаңыздар да болады. Бір жақ бөлігін ғана кішкене кесіп алып, сол жерлеріне және де екі жанына кішігірім жаңағы алып қалған гранатымызды сеуіп қойсаңыздар да дәл осылай өте әдемі әрі ерекше болып дастарханыңыздың көркін келтіріп тұрары сөзсіз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Видеоларымды соңына дейін қарап, маған қолдау білдіргендеріңізге баршаңызға көп рахмет.